Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Анар Елемесқызы. Бүгін мен сіздерге дәруменге толы сәбіз және тәтті бұрыштан жасалатын икраның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Алдымен сіздерге икрамызды жасау үшін қажетті керек заттармен таныстырып өтейін. Болгар бұрышы, сәбіз, қызанақ, жуа және де сарымсақпенен ащы бұрыш керек болады. Ет тартқыштан өткізбес бұрын барлық керек көкөністерімізді осылай өзіңізге ыңғайлы етіп турап алсаңыздар болады. Мен сәбізімді ұзыншақ етіп турадым. Алдымен ет тартқыштан бірінші сәбізімізді өткіземіз. Одан кейін болгар бұрышын өткізетін боламыз. Бұл жерде болгар бұрышының түсі маңызды емес, қандай түс болса да өз қалауыңыз. Толық рецептін төменге описаниеге жазып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Мен мұнда сәбізді 1,5 килограмм алдым. 1,5 килограммға 3 килограмм қызанақ аласыздар. Сонда өте жақсы, сочный, құрғақ болмайды. Міне мен өткізіп болдым. Енді келесі кезекте қызанақ. Қызанақтың да өзіңіз таңдап жақсы түрі, сочный түрінен қарап алғандарыңыз жақсы болады. Менің каналым ұнап жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, колокольчик батырмасын басып кетіңіздер. Енді жуамызды да турап аламыз. Мен 2,5 жуа пайдаландым. Өзіңіздің қалауыңызша 3-4 алсаңыздар да артық етпейді. Енді қызып тұрған қазанымызға майымызды құямыз. 1 стакан май жетеді, 200 мл. Жуамызды салып, сәл жұмсарғанша қуырып аламыз. Міне қуырып қалдау деген кезде сәбізімізді үстіне салып, міне мен барлығын толықтай салып жатырмын. Араластырамыз. Шамамен 5-10 минутқа сәбізіміз қуырылғанша пісіреміз. Қорықпаңыздар, күйіп жабысып қалмайды. Жай ғана 5-10 минутқа қойсаңыздар жеткілікті. Енді келесі кезекте мен тәтті бұрышты салдым. Оны да дәл солай төменнен жоғары қарай жақсылап араластырып, шамамен 5-10 минутқа жұмсарғанша қоямыз. Су ешқандай да тартылмайды. Қараңыздар, тәтті бұрышпенен сәбіздің өзінің суы жайлап шығып бастайды. Қараңыздар, қазір сіздерге көрсететін боламын. Міне қараңыздар. Енді осы кезде қызанағымызды саламыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осылайша колокольчик батырмасын басып тұрсаңыздар, менің аптасына 2-3 рет шығып тұрған видео рецепттерім сізге келіп тұрады. Міне мен қайнатып жатырмын. Барлығы шамамен 40-50 минут қайнатамыз. Мен 50 минут қайнаттым. Банкілерімізді осылай алдын ала жуып тазалап, мантаваркіге бұқтырасыздар, және де қақпақтарын бөлек кішкентай қазанға қайнатып қоясыздар. Пісуіне 15-20 минут қалғанда банкілеріңізді сөйтіп қойсаңыздар болады. Менің икрам дайын болып қалды. Осы кезде сарымсағымызды және де ащы бұрышымызды да салып жіберемін. Оны да ет тартқыштан өткіздім. Видеоға түспей қалған. Енді дәм тұзын саламыз. 2 ас қасық тұз және 3 ас қасық қант салдым және жарты ас қасық қара бұрыш салдым. Өздеріңіз дәм тұзын қарап көріңіздер. Тым көп немесе аз болып жатса, қарайсыздар ғой. Маған осы дәл осылай салған өзіме ұнады. Қатты ащы да емес, дәмсіз де емес, өте керемет болып шықты. Міне түсін қараңыздар, өте керемет. Міне
Енді банкілеріме осылай құйып аламын. Газдан түскен бойдан бірден жауып аласыздар. Енді қақпағымызға бір тамшы уксусымызды тамызып, көп болса кейін қарай тамыз жібересіздер де, осылай сырты ыстық болады, абайлаңыздар. Тек бұрап төңкеріп қоясыздар жылы жерге. Барлығын осылай істедім. Менде 7 банкі шықты. Және де жылы орамалмен, жылы көрпемен жауып қоясыздар бір түнге. Қараңыздар, өте дәмді. Тағы да айта кетейін, дәруменге толы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Макаронмен, палаумен, нанмен жесеңіздер де өте дәмді қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Анар Елемесқызы. Ас болсын.